Ашқа сәлем, сіздермен Тамерлан, және бұл Ланс талдауы. Батырбайға қалдырған өте позитивті комменттерін үшін үлкен рахмет, мен өте қуанышты болдым. Ал бүгін біз Айгүл Кемелбаеваның Шашты деген тамаша әңгімесін қарастырамыз. Шығарма салыстырмалы түрде жаңа 2014 жылы ғана жазылған болатын. Әңгіменің негізгі кейіпкерлері ол Кенжебек деген бала, Тасқұл деген шал және Атажан деген бай. Оқиға бізді Қазақ хандығының тағында Ұлы Тәуке хан отырған кезеңге, яғни 17-18 ғасырларға апарады. Сол кезінде қазақ пен түрікмен халықтары бір-бірімен соғысқан. Шығарманың ең басты кейіпкері Кенжебек деген бала, ол үш қазақ жігітімен жылқы баққанда түрікмен қолына құлдыққа алынады. Тасқұл шал ол түрікменнің қолында 60 жыл бойы құлдықта жүрген қазақ шалы, ал Атажан бай түрікмен байы. Тасқұл шалдың иесі. Негізі бұл әңгіме өмірде болған оқиға, ал кейіпкерлермен тастық, ал енді әдебиет әлеміне аттанайық. Мен айтқандай, Кенжебек үш қазақ жігітімен жылқысын баққанда оларға 40 қаралы түрікмен жер астынан шыққандай оларға бас салады. Анау үш жылқышы түрікменнің үлкен тобын жеңе алмайтынын біле тұра баланы тез қаштыртады. Кенжебек оларды тыңдап ат үстінде қаша бастайды. Бірақ кейін үш ағасын өлімге қимай, садағын қолына алып қайта оралады. Бірақ түрікмендер баланы қолға алып үш қазақ жігітін өлтіреді. Қазақ жылқысын өзіне үйіне айдап әкелгенде Атажан бай Кенжебекті Тасқұл қартқа тапсырады. Кенжебек пен Тасқұл шал бірте-бірте танысқаннан кейін Кенжебек Тасқұл шалдың қазақ екенін естігенде әкесін көргендей қуанады. Екеуі қоса оңаша қалғанда жөн сұрасты. Кенжебектің сөзі: біз Қыпшақ, атам аты Ерторы, әкем аты Құлпейіс, анамның сүт кенжесі Кенжебекпін. Қыпшақ деген қазақ халқы міндетті түрде ру болмауы да мүмкін. Ал Тасқұл шалдың өзінің шыққан тегі туралы сөйлескісі келген жоқ. Тасқұл оның шын аты емес. Тасқұл дегеніміз тастай сіңген құл деген мағынада қолданылады, бірақ оның шын аты әңгімеде берілмеген. Тасқұл қарт 60 жыл бойы түрікменнің жылқысын бағатын құл. Енді оған Кенжебек қосылды. Бірте-бірте Тасқұл Кенжебектің жақын досына және серігіне айналды. Түрікменнің жылқысы қазақ жылқысына қарағанда биігірек, сымбаттырақ, аққу мойынды. Осындай асыл тұқымды түрікмен жылқысы Текежәміт деп аталады. Масақ бала оны көріп, оған қатты ұнады. Осыдан кейін бір жыл өткен. Атажан бай той өткізіп, балуан күрестіреді және ат шаптырады. Бұны естігенде Тасқұл қуанды. Өйткені бәйгеде Кенжебекті қаштыруға мүмкіндік табылған. Енді оны қаштырту үшін Кенжебектің мінезін қатайту керек. Өйткені ол әлі бала, ойында тек қана ойын. Кенжебекке мынаны айтады: балам, сен түрікмен қолында қалсаң, мен сияқты мәңгі құл боласың. Одан да бәйгеде қашуға тәуекелге бел байла. Содан Тасқұл Кенжебекке өзінің әтек екенін айтады. Яғни түрікмендер Тасқұлды тұқым қуалаушылық қасиетінен айырған. Сонда Кенжебек үйіне керек екенін түсінеді. Бірақ Тасқұлды бұл жерде қалдыруға қимайды, бірақ амал жоқ. Кенжебек Тасқұлды құшақтады. Енді Кенжебек бәйгеге дайындала бастады. Бәйген жылқысын баптауға Тасқұлға берілді. Тасқұл ең жылдам жылқысын Кенжебекке берді. Жылқының аты Қыпшақ боз. Онымен қоса Тасқұл Қыпшақ бозының кеңірдегіне арнайы түйе сүті қойылған мезді жақты. Сол мез арқылы жылқы ұзағырақ шаба алады. Міне бәйге басталды. Бәйге айналмалы, яғни бәйгені жеңу үшін бірнеше шеңбер жасау керек. Тасқұл айтқандай, Кенжебек үшінші айналымда жолдан шығып, Темірқазық жұлдыз шоғына қарап, үйіне қарай бағыт алды. Негізі қазақ пен түрікменнің ұқсастығы бәйге десе ішкен асын жерге қояды. Яғни бәйгені қарауға екі халық та өте құмар. Шаннан үйіне қашып бара жатқан Кенжебекті енді ғана көрген түрікмен бірнеше жігіттері оны артынан қуа бастайды. Бірақ олар бәрібір оған жете алмайды. Енді түрікмен жігіттері мен Кенжебектің арасы 1 шақырым болды. Ашуланған түрікмен жігіттері бәйгеге оралып, Кенжебекті қашуына көмектескен Тасқұл екенін түсінді. Енді Атажан бай келді. Ол Тасқұлдың көзіне қарап, оның үйіне оралуға ешқандай ынтасы жоқ екенін түсінді. Ол Тасқұлды кешірді. Өйткені Тасқұл 60 жыл бойы 10 жылқысын баққан. Және де Атажанның балаларын атқа үйреткен де сол Тасқұл. Ал сонда Атажан Тасқұлға еркіншілік берген. Бірақ Тасқұлдың елге оралғысы келмей, түрікмен жерінде қалған. Ал Кенжебек ше Қыпшақ бозбен үйіне оралады. Оның туысқандарының оны көріп, баласының үйіне оралғанына қуанғанының шегі болған жоқ.
Үйіне келгенде оның шашы ұп-ұзын болып өскен. Сондықтан оның асан шақырып қойған атын шашты болып өзгерткен. Міне сондықтан әңгіме шашты болып аталады. Міне сол шашты Мұстафа Шоқайдың 10-шы бабасы болған екен. Міне оқиға осылай біткен. Негізі шығарма авторы Айгүл Кемелбаева белгілі ақын Қасымхан Бегманның Мұстафа Шоқайдың жолымен атты еңбегін оқығаннан кейін шабыт алған. Мұстафа Шоқайды білмесеңдер, ол туралы міндетті түрде оқыңдар, қараңдар. Ол кісінің тарихта алған орны өзгеше. Ол Түркістан автономиясын құрған кісі. Ал енді шығарманың қорытындысын, мәнін талдайық. Оның негізгі қорытындысы елді аңсау, яғни Кенжебектің немесе Шаштың еліне оралуға деген талпынысы. Онымен болды. Бұл керемет әңгіме үшін Айгүл Кемелбаеваға үлкен рахмет. Сендерге де мен видеоларымды қарап тұрғаныңызға үлкен рахмет. Видеоның астында менің инстаграмым берілген, оған жазылыңдар. Ондағы болашақтағы видео үшін сауалнамаларға дауыс бере аласыңдар. Тағы сендер үшін не талдайын, комменттерге жазыңдар. Бол, сау болыңыз.